Сәлем достар, сіздермен бірге Мамырбек. Бүгін біздер выживание бастайтын боламыз. Енді осы ағашты қазып алуымыз керек. Біздер бірінші верстагымызды істеуіміз керек, достар. Енді осы выживанияның ізі Құдай қаласа шығады. Екінші бөлімі ертеңге қарай шығатын шығар. Енді бастамасын айтқаным, мұны қарам түсіп, енді осы Майнкрафт шығаратын боламын. Free Fire'да түсіріп тұрамын, бірақ енді мен тоңдап атырмын. Суға бару керек. Мына жақта қысқы бүйім екен, ал мына жақта адди бүйім. Адди жер. Верстагымызды істейміз. Верстаг, палка. Қайталан. Топор болды. Енді осы верстагымызды алып алатын боламыз. Енді достар, осы камень тастарды қазып алуымыз керек, әрине. Тастар бізге керек. Осы жерге шағын ғана үй құруымыз керек, негізі. Енді бірінші біздер каменный кирка істеп алуымыз керек, өйткені мына деревня киркада онша қазылмайды екен. Міне енді каменный кирка, каменный топор болды, каменный заттарымыз бар. Енді мына жерден есікті жасайтын боламыз. Бұл үйде мен толық тұратын болмайым, әрине. Бірінші мен екінші серияларда, үшінші серияларда көшетін шығармын, әрине. Таза үй құрып, заттар үйге құрылыс саймандар тауып, блоктар тауып, одан кейін көшетін боламыз ғой. Осы тауда тұра бердік қазірше. Осы жер маған болады, бойымша. Верстагым ғане. Қазір верстагым далада екен. Достар, мен бір қойды өлтіріп осындай ет қайнатып алдым. Әрине мен бұны записті қосып зат етпедім, көрсетпедім. Не үшін дегенде, болмаса қызықсыз болып кетеді. Бір қойды табу оңай болды, әрине да, лекін. Бірақ та сонда да қызық емес болып қалар деп зат еттім. Енді мен үйде алысқа кетсем қас таппай қалуым мүмкін. Енді үйдің ішінде онша маңызды заттарымыз жоқ. Біздің верстакты жасап алуға болады. Әрине пешканы да жасап алуға болады. Біздер қазір ауқатпен мына қойның жөні керек, өйткені кровать жасап алуымыз үшін баласын өлтірмей қоя берейік. Негізі көмір көрдім, көмірді алып кету керек. Өйткені факел жасаймыз, факел немесе сол ауқаттарды қыздыратын боламыз. Енді мына жер үлкен шахта екен, оған да кіріп көретін боламыз. Сондағысы бірақ көмір шықты. Достар, біздер деревня тапқан болатынбыз. Енді бұл деревняда бұл үйде ешнәрсе жоқ екен, бұл үйде кроваттар бар екен. Енді біздер осы деревняда қалатын шығармыз. Енді осы жаққа біздер үй құратын боламыз. Ема кәдімгідей үлкен екен. Тым үлкен емес, бірақ мына жерлерде үлкенірек огород бар екен. Осындай бір үй бар екен, осы үйге кіріп қарау керек, негізі. Сандық бар екен, сандықтың бәрін карточка ауқат шықты. Кітаптан алып кетеміз, өйткені кітап бізге керек болады. Зачарованный стол жасауға мына бір кроватты алып кететін боламыз, если что керек болып қалар. Достар, мына жерде голем бар екен, бірақ оны өлтірмеймін, әрине. Мен бұл ауылдан жақын арада кетпеймін, әрине. Големді өлтірсем, мына жителдер жоғалады, ал бізге жителдер өте керек болады, әрине. Мына жерге кірген едім, кіре бердім, қайталан. Енді достар, осындай ауыл екен. Заты жоқ екен, онша не десем, таңғаларлық ауыл емес екен.
Mına жерде верстак жатырып деген суда орналасқан. Ішінде еш нәрсе жоқ. Мына верстагы бірақ бізге керек емес. Негізі мына жерде тек бізге сандық керек болды. Әйтпесе бізге жителердің заттар керек болмайды. Тек саудаласқандағы заттар әрине керек болады. Достар, біздер жителдермен саудаласып 5 изумруд істеп алдық. Енді міне 4. Біз 5-ін істеген едік әрине, бірақ біреуін нанға алмастырдық. Әрине мен нан істейтін пшеницам бар еді, сонда да енді сәл жителдерді дамытайық деп мына қойды өлтіретін боламыз. Негізі қойлардың еттері бізге керек. Енді бір үйде жатып алу керек. Мына үйде кровать жоқ ойымша. Жаңа көрген едік. Мына үйде бар болу керек. Әрине бар екен. Енді біздер бүгіндікке осы жарай ма жарамай ма білмеймін. Железо табам дегенше видео жалғасады достар. Железо тауып алғаннан кейін серия бітеді. Білем, аз болды әрине, енді сондай ғой. Достар, мен мына големді өлтіруді жөн көрдім. Әрине, мен өзім айтқанымдай, видео барысында айтқанымдай, менің бір мақсатым железо табу. Мен шахта қаздым, шахтаға бардым, бірақ өліп қала бердім. Соның үшін железо табу оңай болған жоқ, әрине, бірақ табуға болатұғын еді. Енді мен осымен өлтірем. Өлдім. Түсіп кеттім, өлдім әне. Достар, өліп қалған едім. Ойбай. Жаңа өліп қалған едім. Соған мен қайталдан келдім бұны өлтіруге әрине. Тағы көтерілмесек мұны. Мынаң бойы деген 2 метр ол мынаның бойы. 4 блокқа шықты ема. Достар, енді бұдан бұлай големдерін абайлау керек. Достар, мен өлтіріп атырым. Міне сынып қалды, почти өлді мұны големіміз. Енді басқа амалым қалмады мен големді өлтірместен. Міне осыны өлтіретін болам, өлтірдім. Достар, мен немен өлтіруім білмей тұрып бұны өлді. 3 железо шықты, бұның өзі нормал. Енді мен өзім телімді орындадым, енді видео бітті. Сіздермен болған Мәмірбек, қош сау болыңыздар.